Құрметті достар, келесі тыңдайтын әндеріңіз ол ұзақ мерзімді кездесуге арнап жазған әнім. Бұл кездесу сотталғандарға 2 айда бір рет беріледі. Енді бұл сондай бір бақытты күн деп айтуға болады сотталғандар үшін. Өйткені табаны күректей 3 тәулік сені іздеп келген туған туысқандарыңменен, жанұяңменен жатасың, майрақай болып. Бірақ та бізге, жұбайымыз екеумізге осы кездесуді ұзақ уақыт берген жоқ. Өйткені екеуміздің некеміз заң бойынша тыйылмаған да. Сондықтан соның бәрінде орынға түсіргенше 8 ай өтіп кетті. Ал енді маған ертең жұбайыңмен кездесуге барасың дегенде қуанғанымда сондай шек болған жоқ. Қуандым дедім. Сол кездесуде туған ән мынау. Қабыл алыңыздар. Бүгін маған жаным келіп, кездесеміз жайланып. Бәрі оны білсе екен деп жар саламын айғайлап. Сағындырған сүйгеніме айтар сөзім көп еді. Кездескенде сөз тапалмай тұрдым қарап жайғанам. Ей, аяулым аңсаған, мыңдардан таңдаған, ғашықпын асылым тек саған. Жанарың нұр шашқан, жүректен жыр ашқан, періштем боп келдің сен маған. Ғашықпын мен саған. Сүйем сенің алаулаған үлбіреген ерніңнен. Аймалаймын ақ төсіңді, сипап барлық жеріңді. Шын сезіммен түйіседі, ақ төсекте төске төс. Екі ерін бір-біріне көңілдеді беріле. Ей, аяулым аңсаған, мыңдардан таңдаған, ғашықпын асылым тек саған. Жанарың нұр шашқан, жүректен жыр ашқан, періштем боп келдің сен маған. Ғашықпын мен саған. Сүйсем сені асыл жарым, бұл не деген ғаламат. Тұла бойдың қан тамырын төккетеді аралап. Бұндай бақыт пәк сезімге бөліндірген бақытым. Өмір бойы өтем сені асыл жарым бағалап. Ей, аяулым аңсаған, мыңдардан таңдаған, ғашықпын асылым тек саған. Жанарың нұр шашқан, жүректен жыр ашқан, періштем боп келдің сен маған. Періштем боп келдің сен маған. Ал құрметті достар, келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Кездескенше күн жақсы ағайын.